Шошқа асыраймын дейтін адамдарға тамаша мүмкіндік, үкімет дейді субсидия беріп жатыр екен. 6 миллиард бір жылға бар ғой. А жылқыға 3 миллиард беріп жатыр. Жылқынікі 3 миллиардтай еді. Құрметті министр, шошқаныкі қанша? 6 миллиард теңге. Осы түсінбеймін бәрі ғой. Түсіне алмай қойып, түсіне алмай кететін сияқтымыз. Қазақтың үкіметін шошқаны кім асырайды? Қазақтар дейтін. Біледі ғой шошқаның зиян екен, шошқаның харам екен біледі ғой. Ешкім асырамайды ғой. Низатқа бересіңдер, низатқа олар дейді өсіру керек шошқаны. Кім жейді оны? Кімге сатасыңдар оны? Оны сатуға да болмайды, ол харам болады мұсылман адамға негізі. Содан кейін мына неде Қазақстанда алкомаркет дейтін көйіп кетті. Байқасаңыздар, көп жерде ашылып жатыр. Ол да бір апаттың болу себебінің біреуі де осы негізі. Қазақтар дейтін осындай нәрсеге әуес болып кетті да, харам нәрселерді толтыруға, харам нәрселерді сатуға. Түсінбеймін.